Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз Еркетай балалар бөбек бақшасының тәрбиешілері Қылышбаева Мария Штанатаровна және Есенжолова Толқын Ментаевна өзімізге жобалық зерттеу жұмысын алдық. Бүгінгі біздің жобалық зерттеу жұмысымыздың тақырыбы тастардың адам өміріндегі пайдасы, мақсаты, тастардың түрлерімен таныстыру арқылы зерттеу жұмыстарын жүргізу, балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Бүгінгі біздің зерттеу жұмысымызға біз топтан 2 баланы алдық. Асылы және Алинұр. Асылы, сені тастар несімен қызықтырды? Менің атым Асылы, мен 5 жастамын. Менің әкем тас өндіретін. Жерде әкем жұмыс істейді. Мен әкемнің жұмысына барамын. Мен көп тастарды көрдім. Қызықтырдым. Сенің алдында үлкен тастар тұр екен, иә? Қарашы. Енді қолыңа алып көрші, қандай дыбыс береді екен? Қатты дыбыс, үлкен тастар қатты дыбыс береді екен, иә? Нұр, сен қазір қолыңа 2 кішкентай тасты алып көрші. Қандай дыбыс береді екен? Ақырын дыбыс береді екен. Жақсылы, Алинұр, біз сендермен қазір тастарды зерттеп көрейік. Кәне қолдарыңа тастарды алыңдаршы. Алыңдар тастарды. Суға салып қойыңдар. Нені байқадыңдар? Тас суға батады. Нені байқадың, Алинұр? Тас суға батады. Жақсы, неге ол батады екен, Асылы? Себебі ару. Неге батады? Ол сені Ауыр, е? ауыр. Алинұр, сен өскенде кім боласың? Мен үлкен инсан. Жақсы. Сен нені құрастырып жатсың қазір? Ені қостап жатырмын. Жақсы. Асылы, сен тастардан нені құрастырып жатсың? Жол. Тастардан жол құрастырып жатсың, е?